Көше сатылады дегенде естуіңіз бар ма? Алматыда көше де сатылады екен. Даңғылға біреудің атын беру жайлы емес әңгіме. Кәдімгідей көлік жүретін жолды жекеге сата салу жайлы. 6000-нан астам тұрғын кіріп шығатын көшені біреу сатып алып, жауып тастамақшы. Енді үлкен тұрғын үй кешені айдаладағы арал сияқты болып қалады. Наразы жұрт соттасқалы жатқан адам Forbes тізіміне енген дөкей екен. Оған қарашаның әлі жете ме? Көрейік. Мен үй алған кезде маған солай айтқан. Ташкентскийда кіресің, Ташкентскийда шығасың деген. Енді маған Абишева деп айдаланы ұсынып тұр. Мен оған қарсымын. Вообще келіспеймін. Тұрғындардың айтуынша пәтер сатып алатын кезде құрылыс компаниясы тұрғын үйдің Райымбек даңғылына тиіп тұрғанын айтып қызықтырыпты. 5 жыл бойы алаңсыз пайдаланып келген жұрт жолдың жабылатынын естігенде төбелерінен жай түскендей болған. Өйткені бұл ақпарат дәл кешендегі соңғы пәтер сатылған кезде шығып отыр. Жол жабылатын болса, апатты қызмет түгілі жаяу кіріп шығудың өзі мұңға айналуы мүмкін. Балалармен подземкаға өтіп шығу ма өте ыңғайлы. Енді бізге ұсынып жатқаны бұлардың өте тар көше, мына жақта Абишева деген көше, оны барып көргендер бар шығар, өте тар. Вообще жүру невозможно. Во-первых, жүру невозможно, во-вторых, мен оның балалармен мен автобусқа один былай айналып, ұзақ айналып жүру керекпін. Уақыт кетеді. Ол маған өте ыңғайсыз және тиімсіз. Бізге осы желательно үй сатып алған кезде қалай уәде берді, солайынан қалсын. Енді тұрғындарға үйдің бір жағынан кіріп, екінші жағынан шығу ұсынылуда. Жұртшылық кептелістің көкесі енді болатынын айтады. Өйткені ұсынылып отырған көшелер өте тар екен. Енді шығатын жол жабылса, енді өзіңіз логикалық түрде ойласаңыз, мына жақта екі көше тұр, Кемеңгерұлы и Абишев. Ол жерде кешке жақын жер үй тұрғын үйлері автокөліктерін жолдың оң жақ жағалауына қойған жағдайда бізден кіріп шығатын автокөліктер практически сыймай қалады. Наразы тұрғындар құрылыс компаниясының өкілдерін алдап саттыңдар деп түтіп жей жаздады. Олар жер телімінің қожайынымен келіссөздер жүргізіліп жатқанын, тіпті апта соңына қарай сатып алуға әзір екендерін айтып ақталды. Осы кездесуден 2 сағат бұрын біздің Алматы қаласы бойынша басшымыз аталған жер телімінің иесімен кездесті. Жұма күнге дейін уақыт алдық. Бұл мәселе бірер күнде толығымен шешіледі. Аталған аумақ Гүлдер тұрғын үй кешенінде қалады. Ал жергілікті әкімдік болса әліптің артын бағып отыр. Құрылыс компаниясы мәселені оңды шеше алмаған жағдайда ғана араласу ойларында бар екен. Егер сатушы өзінің міндетін орындамаса, бұл жерді сатып алмайым десе, ондай болса әкімдік міндет түрде бұған назар аударады. Дау тудырған жер телімі осы уақытқа дейін қолдан қолға өтіп, қожайыны бірнеше мәрте ауысыпты. Соңғы рет даулы жерді шетел азаматы сатып алған көрінеді. Тұрғындар құрылыс компаниясы мен жергілікті әкімдік істі насырға шаптырмай 2 сотық жерді кешенге қайтарып береді деген үмітте. Ұлан Тәліпбай, Данияр Мақатаев, Алматыдан.